екен жан. Өйткені не жоқ? Қот алмасы жоқ. Құтындар ма? Сондан адам біз бұны білуіміз керек. Біз жиі бас қосып, бір кәсе шай болса, мысалы үшін көршіңменен, бұрын қазақ қайткен, көршімен жаңағыдай тусындай болып араласып кеткен, иә? Ал қазір көршіге кірмейді. Неге? Бәрі бір-бір монстр шын айтқан кезде, иә? Кешіріңіздер. Бір-бір президенттен арман. Әр қайсы үйіне кіріп алады, болды. Ешкімге араласпау керек, құраласпау керек, тағы сияқты. Сондықтан дағы біз айтамыз, адамзат бұл өмірге қонақ. Сондықтан осы өмір сүрген ғаламызда бәрімен жақсы болуымыз керек. Көршімен де, жолдаспен де, жорамен де. Түс шайыспа дейді ғой. Түс шайыспауымыз керек. Жоқ сөзге бір-бірімізбен айтыспау керек уақыт кетіріп. Ол біздің санасыздығымызды көрсетеді. Біз бір ортақ мақсат үшін нетуіміз керек, жұмылуымыз керек екен. Мысалы үшін мен дәріс мектебін алайын. Ортақпыз қазір. Сонда бұл не? Бір мақсат тұр бізде. Қалай да ата жолын жоғары дәрежеге алып шығу. Өйткені біз әлемді, Алла бізден осыны күтіп тұр ғой. Әлемге не істеуші? Өзгертуші, әлемді өзгертуші, қуат қосушы ұйымбыз. Сондықтан дағы біз осыны дәрежеге жету үшін өзімізді тәрбиелеп, басқаларды солай тәрбиелеуіміз керек екен. Егер қазақты қазақ қылуымыз керек. Егер қазақ болмаса, онда біз құриды екенбіз. Бірінші не құриды? Адам тілден құриды, діннен құриды, соң қалғаны құриды. Сондықтан да Екатерина айтты деді қой Россия кезінде, патша отырғанда, қазақ өзін өзі кім екенін білетін болса, онда бүкіл әлемді жаулап алады. Олар тегін айтқан жоқ бұны. Өйткені біздің мына тарихымызды не істеп тастаған? Тарихыңды тан деп тұрмыз ғой, тарихымыздың бәрін өзгертіп тастаған. Біздің жерімізді басқа жерлерге алып берген, қазақ күшті болып кетпесін деп. Тіліміздің бәрін сен неме дейді? Қазақ демейді. Қыпшақ, сонан кейін киргиз деген. Сонан кейін моңғол деп қазақтан бөліп алып жерді моңғолға берген. Моңғол деген ұлт жоқ екен. Негізінде. Ол да қазақ. Бірақ оларды Монғолия деп бөліп тастаған. Неге? Біздің батырларымызды, нелерімізді ету үшін. Қырғыз бен қазақтың арасына қайткен от салуға тырысқан. Осының барлығы бұл дәуірдің қателігі. Соның зардабын біз әлі күнге шейін тартып келеміз. Біздің балаларымыз не? Орысша. Өмір бізге сіңіп кетті ме сол? Сіңіп кетті. Орыс мектептері кірді ме? Кішкентай хабар тыңдаған. Сол кезде Путиннің өзі айтып отыр, хабарды телевизор көреміз арасында, жолдасын жетеміз. Сонда Путин айтып отыр, наши казахи очень хороший народ дейді. Но наши казахи дейді, ну как вы все видите, очень русскоязычный народ дейді. Бір кезінде рас қой енді. Сонда өзім ойлап қоямын да, бірге сонда кейбір адамдар бар ғой, президентке ренжиді. Сонда несіне президентке ренжиді? Әр қазақ өзіне бастау керек қой. Шынымен де русскоязычный. Енді мына тарих бұны бір минутқа кете тұра қойыңдар. Мен аяқтасай, содан кейін сөзді кімге беремін? Сол ортада не дейсіздер? Тарихты, біздің тарихымызды түгелдей дерлік сиырып бізді қазақты жердің бетіне бейіп тастамақшы болды. Кейбіреулер түсініп отырсыңдар, иә, кім екенін. Ал сол арқылы біздің 25 мың алаш ордашынаны ат тастаған, құрт тастаған. Хаттаныға молдаға шейін бәрін құрт тастаған. Қазақ қайтсын деп, тек қана қой бағатын, хат қана болсын деп, бас көтермесін деп. Бас көтерсе ол қазақ қанына тартпай қоймайды екен. Өйткені гена өте мықты. Құтындар ма? Қазақтың генасы өте мықты. Өте мықты. Сондықтан біз өзіміздің кім екенімізді біліп, өзіміз көтере білуіміз керек. Қазақ ешкімнен кем емес, осынан былай миымызға құямыз. Бала шағамыздың миына да құямыз. Біз өте мықты елміз. Өте мықты мемлекет болғанбыз. ақш-тан табылды, Америка құрама штатынан. Біздің елімізге 570 жылы қазақтың территориясы табылған екен, карта табылған екен. 2 карта табылды. Бұның бәрі қазақтың мықты екендігін дәлелдейді. Бірақ бізді бәріміз тарихымызды өшіріп, қазақ деген мемлекет болмаған деген дәрежеге дейін әкеліп бізді басымыз дегізіп отырған бұл мына дәуір.
бірақ біз білуіміз керек. Болды, жалғастыра ғой. Бір сұрауым бар еді. Қазір нете қойыңдар. Айта беріңдер сұрақтарын. Пока Анау өзі әдемі. Құралай келе ғой. Әдемі не тұрасыз ғой, тақырыпты ашасыз ғой. Сонда мынау үшеу дедіңіз ғой, үшеуді 4 аяқ жетпейді. Дүние қоңыз. Үшеу ол қарт адам ғой таяқпен. 4-еу ол аяқ адамның жас адамдардың аяқтары. Жоқ, аттың аяғын 4 аяғын айтамын. Атпен 4 аяқпен шауып келе жатады 40 кісі. Бірақ 3 аяқты ат кетіп бара жатыр, секектеп, оған жете алмайды. Бұл не? Дүние қоңыздық. Дүние қоңыздықты көрсетіп тұр. Дүниенің еш уақытта артынан қусаң да еш уақытта сен жетпейсің. 3 аяқ дейді. Иә, 3 аяққа теңеп тұр. Даналық. Қазақтың даналығы. Түсінді ме? Келе ғой. Бұл жерде бір сұрақ. Мына жерде түсінбей жатыр да, тікелей эфир жүріп жатыр ғой бір жағынан. Не дейді, бұл не адамдар бұзылып жатыр, бұл не деп сұрап жатыр, сіздің жаңа сөйлеп жатқан осы айтып жатқан қысқаша айтып кетіңізші. Жаңа басында мен хабарлаған жоқпын, жай тақырыбын жаздым. Енді сіздердің сұрақтарыңыз, оқырманның сұрағы бар екен, адамдар бұзылып жатыр неге деп? Өзі жоқ, бізді айтады да, мен солай түсіндім енді. Сіздер не істеп жатырсың деп сұрақ қойыпты да. Түсінген жоқ. Бұл не деп, біздің өткізіп жатқан біздің өткізіп жатқанымыз дәріс мектебі. Дәріс мектебі бұл ғылыми тұрғыдан мына біздің өмір сүріп жатқан заманымызға және қазақтың тарихына жаңағыдай не істеп жатырмыз? Адам жұмбақ әлем дедік. Сол әлемді ашып жатырмыз. Қалай жұмбақ екендігін. Сондықтан дағы біз тарихты бүгінгі сабағымызда тарихымызды танып жатырмыз. Қандай тарих болды? Және қазір және ашат мен басын бастап кіріспе ретінде ғана беріп тұрмын. Сендердің әрбір сөзге көңіл аударуларың үшін, сөзді түсіну үшін, түсінікті ғой, иә? Және әркім өзін қалай тәрбиелеу керек екендігін, неге көңіл аудару керек екенін білдіріп тұрмын. Егер біз оны түсінбесек, сөз мәнісін ұқпайтын болсақ, онда біз дүние қоңызға салынып, жаңағыдай бұл заманда қайтеді деген сөз. Ешқайда түзелмейді деген сөз. Ал түзелу үшін адам түзелу керек. Адам түзелу керек. Біз соған жаңағыдай шырпыр болып жатырмыз. Адам жұмбақ әлем. Оны ешкім, ғалымда ешкім әлі шешкен жоқ. Қанша зерттедік десе дағы түбіне ешкім жеткен жоқ. Бұның тылсымды құпиясы әлі алда. Ғылыми тұрғысы. Ал оған біз ақырындап жетеміз. Бір сабақта емес әрине. Келесі сабақта да. Үнемі қатысып отырсын, сонда біздің даму дәрежемізді ақырындап түсінетін шығар деп ойлаймын. Халық мүмкін білмейді де шығар. Бірінші қатысып отырмын. Аталы жол әжелер, бұл жерде дана әжелеріміз отыр. Осылай киініп жүреді. Үйде де, далада да, қай жерде болса да. Сондықтан бұл жерде біле жүріңіздер. Қазір не көп, психолог көп. Естіп қалған мынау ата енемен сен тұру міндетті емессің, үлкенге көмектесу міндетті емессің, сен өзіңді танып, өзіңмен өзіңе өмір қызмет істе болды дейді. Міне сондай адастырушы өте көп. Сондықтан аталы жол осы отырған әжелер, даналар деп айту, жастарымыз да бар. Осы жаңағы қарсы дұрыс айтпаған психологтарға сал дәстүрмен біздің салды ата-бабамыз қалай өмір сүрді, соның тарихына тоқтап, соны сіздерге сәл ашып беруге осы мынау отырған әжелеріміз дайындалып, талпынып жатыр. Енді бұл жерде енді бізде жұма күні жүріп жатады. Бұл жерде әр мынау отырған апалардың әр қайсысы өз айтары бар. Айтып сіздермен бөліседі. Сіздер сұрақ қойып отырыңыздар. Мен жаңағыдай тікелей түсіріп атқасын сіздерді айта алмай отырмын да. Мына жерде сұрақ қойып отырыңыздар, жазып, сосын кейін бітке соңынан сіздерге жауап береміз. Рахмет қатысып отырғандарыңызға. Сыйлық беріп жатыр. Мен оны түсінбеймін. Мына жерде рахмет. Көп қараған сайын, көп лайк қойған сайын анау нені экранды басасыз қайта-қайта. Біз де жаңа үйреніп жатырмыз ғой. Сондықтан біз халық үшін шырылдап жүрген әжелерге міне бұл кісілер немерелері бар. Ертең осы немерелер, шөбелер осы адаспас екен деген осы салт дәстүрімізді біліп білгеніміз жеткізіп жатқан жайымыз бар. Қазір енді жас буынға береміз сөзді. Құралай қызымыз жалғастырады. Дайын болғанша 1 минутқа мен абайдан айтып кетейін жаңа кісі сұрағына. Бүйдейді.
бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпаным білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз дейді. Енді өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың, жылма-жыл дейді. Біреу үшін үйренсең, біреу білмей сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл дейді. Сондықтан әркім біреу үшін емес, өзі үшін, өзі түзелу үшін, өзі тазару үшін, өзі жақсы адам болу үшін үйренсе, ашылады екен жылма-жыл. Жүректің көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі деген жаңағы Абайдың несін дәлелдеп тұр. Түсінікті ғой, е? Жақсы сөз Құралай. Жаңа жас ұстазымыз Құралайға сөз кезегін берейік. Тыңдаңыздар, мұқият, әр сөзге жаңа мән беріп отырыңыздар. Мен сөйлейінші апау, жазыңыз. Сосын қызым, сосын сіздерге жібереміз. Сөйлей бер. Сосын сенің айтқың келгенді айтқызамыз. Енді бұл жерде мынау үлкен апалар сіздерді үйретіп өздеріңіз өп атқан жайы бар. Әр қайсымыз. Өмір бақи өзіңді зөп өтесің. Ал Құралай дайын болса? Мен түсірмей қойыңызшы. Ал, тұра бер. Өшірістіңіз. Олай болмайды, енді тұрғасын бәріміз түсеміз. Сөйлегесін. Ол ештеңеден қорықпау керек. Иә. Жоқ, көңіл күйін көтер, наоборот. Иә. Күрес, бұл күрес. Иә, күрес. Біз сөйлей шешен боламыз дейді ғой. Иә, бүйтіп сөйлеген сайын ренжи берген болмайды. Жоқ, қойшы. Дұрыс. Өзіне өзі келіп алсын. Жақсы. Ал айтарларыңыз бар ма? Кішкене бір 5 минут дайындалсын. Ал, дайынсыз да? Да. Ал кеттік, жастарды тыңдайық. Жалпы енді армысыздар, құрметті. Мен сөйлеп жатырмын. Негізі мен енді шыны керек ешкім емеспін. Ешкімде емеспін. Мықты бол. Иә. Енді бүгін тақырыбың соны ашып бер. Бірақ та ешкім болмаса қалпымызда. Марон апай айтқым келетіні. Неше мәрте тақырып берілді. Осыған дейін қанша айтпақ болдық. Қанша тұсау кесілді. Қаншама рет жаңағы енді біздің негізгі ата жауымыз кім? Сізден сұрақ сол. Негізгі ата жауымыз кім? Нәпсі, әркім өзін кеудесі. Сөйлеп айтыңызшы, ата жауымыз кім біздің? Өзіміз. Өзіне өзі жау, өзіне дос бол. Тақырыпты баста. Жалай, Ол тарих деген ата жаудан басталады ғой, біздің негізі. Иә. Солай басталады. Ата жаудан басталады. Енді адам болғаннан бізде тақырып міне адам, жұмбақ, әлем. Яғни біз адам туралы сөйлейміз, адам туралы айтамыз. Яғни адамның ата жауы кім енді? Өзіміз ғой? Адам атадан басталып тұр ғой. Бүгін біз былай айтатын едік қой, шайтан деп айтатын едік қой. Иә. Біз осы жолға келмей тұрғанда біз солай үйретті. Шайтан, шын шайтан деген бөлек деп, сыртта жүреді деп. Оның бәрі өзіміздің ішімізде тұр екен. Біз осы жолға келген кезде білдік та. Біреулер айтады да жаңағы, ой, шайтан адастырған, өзіне шығыш ұмытпай әр адам. Ана шайтанға, шын шайтанға соған ысыра салады да. Қазір мысал масқапшылардың көбісі солай да. Ой, ана іблістен сақтай көр, шын шайтанын сақтай көр деп ше, оның бәрі біздің өзімізде тұр ғой. Сонда не ол? Әр адам өзін өзі жеңе білу керек та. Ол ашу, ол реніш, оның барлығы жаңағы біздің шайтандық, әйел адамда шайтандық қуат болады. Ол біздің жаңағы шайтандық қуаттарымызды әлі ағарта алмай жатқанымыз, пейірлігімізді жеңе алмай жатқанымыз, періштелікке жете алмай жатқанымыз ғой. Сонда адам дейді да, өзінен артық жау жоқ та адамның ше. Адам өзіне өзі жау, өзіне өзі ғана дос болады, ал басқа адам оған жамандық та жасай алмайды, жақсылық та жасай алмайды да. Біреу саған жамандық жасаса,
демек сен оған өзің кінәлісің. Өйткені сен оған өзің жол беріп тұрсың да. Сондықтан сырттан ешқашанда жау бермейді адамға. Және сырттан жақсылық, жаңа Сұлтанмахмұт Торайғыр атамыздың сөзі бар ғой, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен дейді да. Сонда әр адам өзінің өміріне өзі жауапкершілік алу керек та. Мысалы, енді Сәуле апай сіз айтып жатсыз ғой, орыстар бізге солай қиянат жасады, андай мындай деп, сондай тарих қой енді, бірақ бірақ бұл жерде де біз өз-өзімізге жауапкершілік алуымыз керек та. Халық ретінде біз өз-өзімізге жауапкершілік алмай отырық қой. Ол замандар, ол өтіп кетті, ол тарих өтіп кетті, өтіп кетті. Ал енді неге осы біз қазір тәуелсіздік алып отырмыз, бізге кім кедергі жасап отыр біздің салт-дәстүрімізді ұстауға? Кім кедергі жасап отыр? Біздің қазақша ұлттық киімімізді киюге, әйелдерімізге орамал тағуға ешкім кедергі жасап отқан жоқ қой. Сонда айналып келгенде біз өзімізге өзіміз жамандықты жасап отқанда өзімізге өзіміз өзгере алмай отырмыз. Өйткені неге басқа халықтар бізге үстемдік жасайды? Өйткені біз рухани жағынан төмендеп кеткен кезде, ұлт ретінде төмен түсіп кеткен кезде, сол кезде басқа халықтар бізді жаулап алады. Мысалы, жоңғарлар қалай бізді жаулап алды? Біздің рухымыз түсіп кеткен кезде. Біз батырлығымызбен, бір кереметтігімізбен жеңген жоқпыз оларды. Біз қай кезде біздің рухымыз көтерілді, қай кезде біз ұлт ретінде үй салдық, бірге алдық, сол кезде ғана біз жеңдік та жауларымызды. Сондықтан біздің жауымыз кім? Біздің жауымыз орыс емес, біздің жауымыз басқа араб емес. Біздің жауымыз қазақ қана жау. Өзімізге өзіміз жауымыз ғой. Оны бүкіл әлемнің, қазір енді біз бәріміз ізденісте жүрміз ғой. Мысалы, бүкіл психологтар да айтады, бүкіл оқымысты ғұламалардың барлығы айтады. Адам өзіне өзі ғана жау дейді. Өйткені біз енді нәпсіміз бар ғой, енді біз нәпсімізді тия алмайтын болсақ, енді өзіңе жау болмағанда қалай? Не болады енді? Өзімізге өзіміз жамандық жасаймыз ғой біз. Мысалы, мен маған сұрау берді. Өзіне ғана адамға сырттан ешқашанда жамандық келмейді. Маған сұрау берді. Ата жолы деп сұрау берді ғой. Ата жолы біздің бұрынғы тегімізді жарыққа шығару. Бұл жерде бірінші салт дәстүр келеді қазақта. Қазақ бұрын қазіргі кезде, мысалы, мен былай айтайын, үлкенді бірінші кезде, үлкенді өзінің дәрежелері болады. Келін, орта жас, біздің ауылда өскенде, сонда сыйлау білген. Сыйлау керек. Сол өз орында бірінші неде мейірім, сыйлау. Үлкенді сыйламаған адамнан, мен былай астарлы айтып кетейін, қандай дәріс алуымыз мүмкін? Қазіргі кезде неде жас адам сіз шығып кетің дейді. Жақсы, мына жерде ата жолында енді маған сұрақ берілді. Ата жолы бұл мейірімді, үлкен кішіні сыйлау, құрметтеу. Кейін ата жолы деген бұл қалай айтсам, өзін тәрбиелеу. Ата жолында біз Европаның дәрісін алмаймыз ғой. Сен тік отыр, сен үйтіп отыр. Бізде былай ауылдың адамы жайлап, мейірімді көтеру, мен жасым үлкен болған екен, үндемей, күліп, былай жас үлкен адам өзін ұстайды, кішіні сыйлайды. Мен сыйлаймын кішіні. Мен ізет көрсетіп, сабақ тыңдаймын. Мына жерде былай Әлия қызымыз өте жаңағыдай белсенді қатысып отыр ғой. Мына даусым шығаршы дейді. Мына былай дейді: алыстағы жаудың дүбірінен қорықпа дейді, қасындағы жаудың гүбірінен қорық дейді. Енді бұл жерде жас болса да, енді біз халық тыңдап отыр. Сондықтан міне тағы бір сол қызым жазыпты: жау жағадан алғанда бөрі етектен қабады, жау жағадан алыпты, бөрі етектен қауіпті деп келдік дейме, іздеп келдік дейді. Рахмет қызым. Біз енді қазір бұл жерде жауап бере алмаймын, өйткені
сабақ жүріп жатыр. Тағы біреу ата жау, сол қызым ата жау дәстүрлі ортадағы әлеуметтік, экономикалық, рухани өмірінде орын алған деп қояды. Жақсы, оған да жауап бере жатармыз. Ал енді мына жерде айтқысы келіп отыр екен, жау өзімізге өзіміз жаумыз депті жаңа қызымыз. Дұрыс айтасың. Енді сұрақтарын жаза беріңіздер, кейін сосын жауап беремін. Дәстүрлі ортадағы құндылықтардың қожырап ел дей ме? Қожырап ел. Жақсы. Ал сабақ жалғастырайық. Ал қызымызға сөз бердік. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға. Керемет пікірлер айтып жатсыздар. Енді менің бұл дәріс емес. Мен үйретуші, болмаса жаңағы бір тәрбиелеуші емеспін. Бұл жерде бізде осы адам жұмбақ әлем тақырыбы аясында тақырып берілді, біз өзіміз сұранған жоқпыз. Бұйырылғаннан кейін біз одан бас тартпаймыз. Мойнымызға алып, соны қолымызбен көтеруге тырысып бағамыз. Мен әрі тарихшы емеспін, болмаса бір зерттеліп жүрген бір ғалым емеспін, жалпы ешкім емеспін. Бірақ бұл жерде мен айтайын дегенім, осы берілген тақырыпты, тарихынды таны деген тақырыпты өзім өмірде көрген, естігенді түйіп, содан қорытынды шығарғанды айтқым. Жақсы. Бұл ешкімді тәрбиелеу болмаса, оған соған осыны біліп ал, мойынсын деген емес. Мені туда алып тұрғаным, кішкентай болса да, біздің бүгінгі тақырыбымыз негізі тәуелсіздік күніне тұспа-тұс келіп тұр, тәуелсіздік мерекесіне. Бұны біз бұл жерде отырып, болмаса Қазақстанда тұрып, ешқайсымыз қадірін түсінбей жатырмыз. Бұл тудың қадірін шынымен-ақ ешқайсымыз түсінбейміз. Өйткені егер де біз түсінетін болсақ, осы туға, көк туымыздың желбіреп тұрғанына, осы тәуелсіздікке жеткеніміздің қаншама ғасырлар бойы біздің ата-бабаларымыздың қаншама қан төкті, қаншама жұрт ашаршылықтан кетті, нәубет болды, қиындық замандар болды, қаншама батырларымыз біздің қаза болды, қасық қанап қалғанша күресті. Аналарымыз дейтін тіпті жыртық шапанымен, жыртық киіммен, жыртық пимасымен жүріп, ұрпағым аман қалсын деді. Ал осы тәуелсіздікке жете отырып біз қазір қалай шалқайып жүреміз? Сонау, мысалға айтатын болсақ, бүгінгідей мысалға отын болған жоқ, бүгінгідей мысалға қиын, енді қыстау заман дейміз, бірақ қазіргі бізде шынымен әр қайсымыздың өзіміздің жаңағы нәпсіміз, өзіміздің көкірегіміз өсіп кеткен. Енді осы біз тудың мысалға қадірін білмей жатсақ, осыған дейін жеткен біздің әр кім ол? Біз қазағымыз ғой. Біз әр қазақты қазағым деп ойламасақ, оған жанымыз ашымаса, оған біз жаңағы мейірім жоқ, бірақ біз іштей өзіміз оны жанымыз ашымайды. Ол адамға ешқандай бізде махаббат жоқ. Ал әуелде сол Абай атамыз айтты ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты. Соның бәрін келетін болса, осы адам деген жұмбақ әлем түптің түбінде қайдан жаралдық біз? Мысалы біз қазір айтамыз, біз кімбіз? Қазақпыз дейміз. Ұлтымыз қазақ. Қазақстан жерінде тұрып жатырмыз. Ал сол Қазақстан болып, кең байтақ жер болу үшін біздің мына бабаларымыздың барлығы не істеді? Аналарымыз біз не істеді? 9 бала, 15 бала, 17 балаға дейін дүниеге әкелді. Бірақ сол кезде жетпейді, мен оны асырай алмай, мен оны қиналдым, ауырдым, сырқадым деп айтты ма? Жоқ. Ертеңгі елім үшін, ертеңгі біздің халқымыз жойып кетпесін, халқымыз көркейсін, өнсін, біздің осындай батыр ұрпақтарды туған біздің аналарымыз ғой. Ал оны біз бәріміз түптің түбінде кім? Қайдан тарадық? Кіммен? Әрине адам атадан. Ал адам ата қалай жаралды, оны білесіздер, Құранда. Әуелі Алла 6 күнде осы бүкіл ғаламды 18 ғалам жаратқан. 6 күнде ойлаңыздар. Енді мысалға бүкіл тау тасты, жаңағы бізді тіреп тұрған көк аспанды ойласақ, біз қалай аспан тұр дейміз? Ешкім еш нәрсе тіреп тұрған жоқ. Жерді басып жүрміз, бірақ біз жерден неге құлап қалмаймыз? Неге домалап кетпейміз? Неге соны бізде жаңа магниттік өрістің мысалға қарап отырсақ, түптен жол жердің домалап төпішті ғой қазір. Соны жаңа ядро тұрып мысалға. Ал сол ядромен тартылыс күшін барын біз оны қайдан білдік? Ғылым, иә?
енді осы ғылым жаңа адам атаға керек жарайды. Сол ең әуелі сол 18 мың ғаламды Құдай жаратпай тұрып кімді жаратты? Мұхаммед пайғамбарды жаратты. Нұрын жаратқан. Оны дүниеге әкелген жоқ, бірақ нұрын жаратқан. Ең әуелі Мұхаммед пайғамбардың нұрын жаратып, сол нұрдан адам атаның кеудесіне жаңағы балшықтан, саз балшықтан жаңағы жасап тұрып, одан кейін оған не істейді? Нұрды үрлемекші болады. Әлі үрлеген жоқ, бірақ үрлемекші болады сол пайғамбарға берген нұрынан. Өзінен алды нұр пайғамбардан. Ал сол кезде бірінші не болады? Өздеріңіз білесіздер, Ібліс кім болды? Өте бір ғылым иесі, білім білгіш, жаңағы білімпаз болды. Яғни Алла тағала не істеді? Жәбірейіл періштеме Ібліске не? Барлық бүкіл әлемнің білімнің барлығын үйреткен. Ал соны біліп алған Іблісті мысалы қазір ойламаймыз, періштелерге сабақ берген, мысалы жебірейіл періштеге. Бүкіл періштелерге сабақ берді. Енді содан кейін не істейді? Алла тағала тұратты. Менің жердегі халифам, жердегі менің орынбасарым адамды жаратайын деп, саз балшықтан езіліп жатқан саз балшықтан оның жаратылысында сізде тарихын білетін шығарсыздар, иә? Яғни тау айтады, мен сондай асқар тауымын, мен кереметпен менен жарат дейді. Жоқ, сен тәкаппарсың дейді. Одан су айтады, мен таза мөлдірмін, менен жарат дейді. Жоқ, сенен емес дейді. Яғни бүкіл жаратылыс тас айтады, мен мықтымын, мен сондай қайсармын, сондай батырмын, менен жарат дейді. Сонда барлығы менен жарат деп бүкіл әлемдегі жаратылыс айтқан кезде Алла тағалаға не? Топырақ қана үндемеген. Жер ғана. Сосын Алла тағала айтқан, мен сені жаратамын дегенде, жоқ Алла, қалайша менен жаратасың? Мен ешкім, еш нәрсе емес, менде еш нәрсе жоқ қой дейді. Мен жай ғана жаратылыспын ғой, жерде жатқан дейді, мысалға. Енді сол кезде Алла тағала сол жердің, топырақтың жаңағы кішірейген, сонда өзін мүсіркеп өзін бір басқан, яғни бізге қазір қандай айтады ғой, әулиелікте дәрежеге жеткен кімдер? Топырақ, кепіндер адамдар дейді. Яғни сені таптап атса да, сені даттап атса да, сені қаншама жаңағы жерден алып жерге тастап атса да, сен топырақ кейпінде қалың керексің. Ал сол Алла тағала сол риза болғаннан не істейді? Сол топырақтан адам атаны жаратады. Ал енді мүсіннің барлығын жасап болғаннан кейін енді не істейді? Сүрлейді. Нұрды үрлемей тұрып, не дейді? Ібліске айтады, барлық періште айтады, мен бұл адам сәжде қылыңдар дейді. Сол кезде барлығы періштелер сәжде қылған кезде Ібліс тұрып айтады, жоқ, мен сәжде қылмаймын дейді. Неге сәжде қылмайсың дейді? Ол кім? Балшықтан жаратылған, топырақтан. Ал мен кіммін дейді? Мен отпын жанып тұрған дейді. Сол кезде бірақ дейді, мен көрейін дейді. Сол адамның қандай менен ерекшелігі бар, мен көрейші дейді. Маған рұқсат берші дейді. Сол кезде жаңағы айтты, адам ата жауы деген қайдан шығады қазір? Жауап табылады. Алла тағала рұқсат дейді. Аралап шық дейді. Сол кезде Ібліс тұрады, жаңағы топырақтан жасалып тұрған мүсінге не істейді? Аузынан кіріп, бүкіл жаңағы 12 мүшесін аралап шығады. Бәрін аралап шығады да, қайдан? Мұрнынан шығады да, не дейді? Я Алла дейді, сен кереметсің, құдірет иесің ғой дейді. Мына адамды қалай барлығын жараттың дейді. Бәрі бүкіл мүшесіне кіріп шыққан дейді. Тек бірақ мүшесіне кіре алмадым, көп бір екен. Жүрек. Жүрекке кіре алмадым дейді. Неге ол жерде құлып тұр дейді. Ол жерде не? Ла илаха илалла Мұхаммаду Расул. Кәлима жазылып тұр. Яғни Алладан басқа ешбір тәні жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Бізге айтады ғой, бүкіл сен ағзанан бұрын бірінші қазақтарда кесегет дейді, кесегетін сен таза ұста дейді, яғни жүрегіңді таза ұста дейді. Біздің әрқайсымыз жұдырығымыз қандай пішінде, сондай біздің жүрегіміздің мөлшері. Мен жүрегім осындай пішінде мен жүрегім.
Ал осы жүректен 62 тамырымыз айналып жатады, күнде айналып жатады. Яғни жаңағы шайтан дегеніміз, жын дегеніміз не біздің бойымызда күнде айналып жатады. Тамырын ішінде, иә. Қан тамырының ішіне айналып жатады. Сонда ібіліс келіп тұрып, Алла тағаламен тағы да тілеседі. Алла дейді, мен бірақ сәжде қылмаймын, мен басымды имеймін дейді. Сол кезде сені лағнет атсын, сен кет ары дейді. Сен бұл жанаттан қуылдың дейді. Сол кезде Алла тағала тұрып, ібіліс тұрып не істейді? Осы жерде бір бәріміздің түптің түбінде көзіміз жететін бір-ақ нәрсе бар, Алланың әділеттілігі. Алла әділ бір сипаты, ең бір қасиетті сипат. Біз әрқашан ойлаймыз, менде анау жоқ, мысалға, ешкім адам пендеде 4 дүниесі түгел болған емес, бір кем дүние. Бірақ сол кезде біз не дейді? Сен әділ деген сипатың бар ғой дейді. Сен мені қуып жатырсың, бірақ уәдеңді бер дейді маған. Қандай уәде? Бірінші, мен адамға көрінбейтін болайын дейді. Екінші, не дейді? Маған осы мұрша бер дейді тұрады. Маған мұрсат бер дейді. Адамның алдынан, артынан, оңынан, солынан мен азғырушы болам дейді. Одан тағы да не дейді? Тағы да рұқсат сұрайды. Өмір сүруге рұқсат сұрайды ғой. Қияметке дейін маған өмір бер дейді, өмір бер дейді. Содан кейін тағы да сайыстырады мұны кейін бір-бірімен. Адаммен сайыс дейді. Адам атамен мен жаңағы білімімізді тексерек дейді. Сол кезде кім женеді? Әрине адам ата. Өйткені адам атада Алладан берілген ілім бар. Ал ібілісте тек қана білім бар. Міне, ақыл Алладан, білім адамнан. Көрдіңіздер ме? Біз егерде жаңағы айтты, оқып бәрін 100 кітап жаттап ал, болмаса неше кітапхананы аралап оқып ал, дүниенің бүкілін шарлы, бірақ Алладан саған байланыс болмаса, хикметі болмаса, Алламен сен ешқандай араңда байланыс болмаса, сен әлемге деген махаббат мейірімің болмаса, ілімнің бір түйірі де жоқ. А сол ілімге ие болған адам ата. Бүкіл жаңағы әлемді, жаңағы білімінде, ілімінде игерген. Ал ібілісте тек қана білім. Ол бізді тек біліммен ғана алдайды қазір. Міне сен 7 тілді білсең мықты боласың, міне 3 тілді меңгер, сонда сен жаңағы шетелге барып оқисың, сен бай боласың, сен мықты боласың деп бізді алдайды. Яғни алдаушы, азғырушы, ол кім? Әрине, біздің ата жауымыз сол ібіліс. Одан басқа бізде жау жоқ. Ібіліс біздің өзіміздің ішімізде тұр ғой сол. Енді қанмен бірге емес пе? Ібілістің әскерлері біздің ішімізде, яғни ібілістің әскерлерін әрқайсы сол әскерлерін жібермей ме? Жаңа айтады, мысалға, сіздерде негізі бекер емес, шетелдіктер әуелден де барын біліп қойған. Біз ойлаймыз, қазақ әрине дана халық, біз керемет халық, бізде ғұламалар, неше түрлі әулие-әнбиелер, неше түрлі мықты тұлғалар шыққан. Міне оның қаншама біз солай жасап келе жатырмыз. А шетелдіктер, бірақ бізде бір неміз, жалқаулығымыз, техниканы меңгермейміз. Яғни шетелдіктер осының барлығын кино арқылы, жаңағы мультфильм арқылы шығарып көрсетіп қойған. Енді соны қараса, соны ібілістің қаншама әскерлері бар. Жаңа айтамыз, тырнақты не үшін біз өсірмеміз керек, өйткені әр тырнақтың астында шайтанның әскерлері, жаңа ұсақ-ұсақ әскерлері бар. Ол тамаққа кетеді, ішке кетеді, барлығын кетеді. Жақсы. Енді адам ата мен Хауа анадан жаңағы белінен не тарайды? Пайғамбарлар тарайды. Яғни жаңағы Мұхаммед пайғамбар нұры үрленді. Ол басында жаңа белінде болды адам атаның. Одан кейін ол кісі жаңағы ол кездегі бірінші қаны үлкен адам болған, мысалға. Мен бұл енді тақырыпты өзім сияқты бір жай қарапайым адамдарға айтып отырмын. Ғылыми адам, терең меңгерген адамдарға емес, жай өзім сияқты адамдарға. Өйткені көп бізде қазір жас келіншектер, әйелдеріміз білмейді. Оны кейін өз балаларына айтса, сол жақсы болады. Енді сондай бір үлкен алып иелері болды. Тіпті Оқашатан біз өз көрдік, 4 метр ме, 5 метр ма Түркістанда жатыр. Енді қарасақ сол кезде қалай біз адам ата күн көрді деп айтамыз, Жәннаттан қуылған білесіздер, Хауа анамыз жаңағы ібілісті азғырып, жер бетіне түсті. Енді сол кезде жаңағы Хауа анамыздың осы адам ата мен адамдар
қалай көбейді? Яғни екеуіне Алла тағала не деді? Қанша жаңағы басына жаза ретінде жерге лақтырды, жалаңаш болды. Сол кезде арша не істеді? Жапырағын берді. Сөйтіп әуретті жерлерін жауып, екеуі екі жаққа жердің екі түбінен түскен болатын. Одан содан бір-бірін іздейді. Сосын адам ата Алла тағаладан жаңағы айтады ғой, намазында бес уақыт намазында өзінің әрқайсының бірі шығу тарихы бар. Екінді намазы ма екен? Таң намазы ма екен? Таң намазында бірінші жер бетінде не болған? Қап қараңғы болған, күн болмаған, жарық болмаған. Сол кезде қараңғылықтан әбден күйіп піскен жаңағы шыдамы енді жаңа тозады ғой адам. Сол кезде жүре беріп бір күні Алла тағаладан адам ата сұрайды: "Я Алла, маған жарық нұр берші. Мен қалай өмір сүрем бұл жерде?" деген кезде екі ракағат намаз оқып, Алладан кешірім сұрап, сөйтіп сәжде қылған кезде күн шығады. Содан күн жарық нұр пайда болады. Одан кейін бар екінді намазы ма екен, бес намазы ма екен, енді шатаспаса, мен бұның бәрін дайындалған жоқ, бірақ шығып жатыр өзі. Мен дайындалған мынау мүлдем басқа тақырып жазғандар. Содан жаңағы сөйтіп тағы да бір, енді мен Хауам қайда, мен қабір айтады ғой, әйел заты Хауанан не істеді? Адам атаның қабырғасынан жаратты. Содан мен қабырғам қайысты, я Алла, маған сол Хауамды қайтаршы, Хауамды кездестірші дейді. Сөйтіп екеуін не істейді? Адам ата, Хауа анамен екеуін Алла тағала тоғыстырады. Ол біздің Алматыдағы Тянь-Шань тауы жағында дейді. Енді сөйтіп жаңағы әуелгі адам ата мен Хауана қосылды. Қосылғаннан кейін енді не? Ұрпақ өрбейді. Ұрпақ өрбігенде егіздеп туады Хауанамыз. Ұл мен қыз. Содан келесті тағы да ұл мен қыз туады. Сөйтетте сол алдыңғы ұл мен қызды екеуі қосылады. Одан кейін ұл мен қыз тағы да қосылады. Сөйтіп 20 ұрпақ, одан 40 ұрпақ, сөйтіп ұрпақтар тараған. Бүкіл әлемнің ұрпақтары осы адам ата мен Хауанадан. Енді ол жаңағы, оны біздер қазіргі енді кейінгі кезде жаңағы бізде жеті атадан неме ары қарай жеті ата болмайды бізде, қыз алысуға болмайды, жаңағы құдаласуға болмайды. Бірақ ол кезде ұрпақты өрбіту үшін Алла тағаланың құдіретімен солай егіздеп бізде адам ата Хауананың балалары болып, яғни бір-бірінен қосып, ұлыстар кете берген. Яғни біздің соңғы түпкі негізіміз, түпкі анау біз жаратылысымыз сол. Енді адам атаның ұлты бар ма? Бар. Адам атаның ұлтын, біздің енді Тоқберген атаның айтқандай сол қазақ деп білдік қой. Оған дейін біз ешкім білген жоқ. Енді қазір әлі де ешкім біле бермейтін шығар. Сол қазақ екенін енді естіген кезде таң қалдым енді шынымен. Адам деген тек қазақта бар ғой, басқа ұлттарда адам деген. Жаңағы енді орыстар мысалы Адам Ева дейді ғой. Адам Ева деп мысалы қарасам. Сол сияқты енді қазақ деп мына жерге жазып қойған сол енді кейбіреулердің қашықса да енді Алла қаласа кейін көздеріңіз жетер.